Көмекші мектепте жаңартылған бағдарлама негізінде географияны оқыту пәні. Аға оқытушы Құдайбергенова Ұлбосын Жақсылыққызы. Қазақстанның және тәуелсіз мемлекет достастығына кіретін елдердің физикалық географиясы. Жоспары. Физикалық және саяси картада Қазақстанның географиялық жағдайын көрсету әдістемесі. Екінші сұрағымыз, физикалық картада ТМД-ның ірі тауларын, жазықтарын, ірі өзендері мен көлдерін көрсету. Физикалық географиялық жағдайы тұрғысынан Қазақстан Тынық мұхиты мен Атлант мұхитынан, сондай-ақ Үнді мұхит пен солтүстік мұзды мұхитынан бірдей дерлік қашықтықта орналасқан. Оның мұхиттардан шалғай жатуы, әрі аумағының үлкендігі климаттың өзіндік ерекшелігін қалыптастырады. Қазақстан батысында Еділдің төменгі ағысынан, шығысында Алтай тауларының етегіне дейін 3000 километрге, солтүстік батыс Сібір жазығынан оңтүстіктегі Қызылқұм шөлі мен Тянь-Шань тау жүйесіне дейін 1600 километрге созылып жатыр. Республиканың географиялық орны оның табиғаты жағдайларынан анықталады. Қазақстан Қоңыржай белдеудің орта және оңтүстік ендіктерінде орналасқан. Дәл сол ендіктердегі шығыс Еуропа Қоңыржай континенттік климатымен, ал батыс Еуропа субтропиктік климатымен ерекшеленсе, Қазақстан шұғыл континенттік климатымен көзге түседі. Қазақстан аумағы табиғатының бір шетінің екінші шетінен айырмашылығы үлкен. Мысалы, оңтүстіктегі тау етектерінде алма мен өрік гүл атқан кезде, республиканың солтүстігінде әлі суық, қарлы боран соғып тұрады. Қазақстан жерінде қатаң Сібір мен Қапырық Орта Азия тоғысып жатады. Географиялық орнына қарай республика жерінде орманды дала, шөлейт және шөл зоналары қалыптасқан. Республиканың батыс шетін Эльтон және Басқұншақ көлдері маңына, ал шығыс нүктесі Бұқтырма өзенінің бастауына сай келеді. Ендік бойымен батысынан шығысқа қарай материк ішіне тереңдеген сайын климаттың континенттік арта түседі. Қазақстанның оңтүстік шығысы мен шығыс таулы өңірлерінде ландшафттардың күрделене түсетін алуан түрлі биіктік зоналары байқалады. Қазақстанның географиялық орнына байланысты барлық өңірлерінде жылдың 4 мезгілінің ауысуы айқын байқалады. Қазақстан Каспий теңізі арқылы Әзербайжан, Иран елдеріне, Еділ өзені және Еділ-Дон каналы арқылы Азов және Қара теңіздерге шыға алады. Жердің көп бөлігі жазық, үстірт болып келеді. Ол алуан түрлі шаруашылық жұмыстарын дамытуға мүмкіндік береді. ТМД елдерінің территориясы ең ірі солтүстік жарты шарда жатқан Евразия материгінде орналасып, оның жалпы көлемінің 40%-на жуығын алып жатыр. ТМД елдері территориясының жалпы аумағы 22,1 миллион шаршы шақырым. Ол бүкіл жер шарындағы құрлықтың 15%-ын ала отырып, оңтүстік Америка, Австралия және Антарктида сияқты материктерді территориясының көлемі жөнінен басып озады. Территориясының көлемі жөнінен ТМД елдері дүние жүзінде бірінші орында тұр. Сонымен бірге, ТМД елдерінің территориясының 14%-на жуығы солтүстік поляр шеңберінен бойлай созылып жатыр. ТМД елдерінің материктегі солтүстік шеткі нүктесі Челюскин мүйісі. Солтүстіктегі ең шеткі нүктесі Рудольф аралында орналасқан Флигели мүйісі. Оңтүстіктегі шеткі нүктесі Ауғанстан шекарасындағы Кушка қаласында. Осы оңтүстіктік шеткі нүктеден солтүстіктік материктік шеткі нүктеге дейінгі арақашықтық 4500 километрге дейін жетеді.
Арақашықтықтың мұндай ұзақ болуы тмд елдерінің территориясына күн сәулесінің жылуы, сонымен бірге ылғалдың әркелкі таралуына әсер етіп, әртүрлі климаттық белдеулер мен табиғат зоналарының алмасуына септігін тигізеді. тмд елдері территориясының арктикалық, субарктикалық, қоңыржай және субтропиктік белдеулері орналасқан. тмд елдерінің батыстағы шеткі нүктесі Балтық теңізінің Гдан шығанағындағы Балтық қайырында орналасқан. тмд елдері осы бағыттағы шеткі нүкте арқылы Польша мемлекетімен шектеседі. Шығыстағы материктік шеткі нүктесі батыс жарты шардағы Чукот түбегіндегі орналасқан Деженев мүйісі. тмд елдерінің ең биік нүктесі Коммунизм шыңы. Ол теңіз деңгейінен 7485 метр биіктікте орналасқан. Ал құрлықтағы ең терең нүктесі Каспий маңы ойпатындағы Қарақия ойысы, ол теңіз деңгейімен 132 метр тереңдікте орналасқан. тмд елдері мемлекеттік шекарасының жалпы ұзындығы 60 000 километр. Оның 43 000 километр теңіздер арқылы өтсе, батысы мен оңтүстігіндегі шекарасы құрлықтан өтеді. тмд елдері негізінен үш мұхиттың теңіздері, яғни солтүстік мұзды, Тынық және Атлант мұхитының теңіздері қоршап тұрады. Яғни тмд елдерінің табиғат және климаттық жағдайларына мұхиттар ықпал етеді. Әртүрлі ендіктерде орналасқан тау жүйелерінде биіктік белдеулері байқалады. Яғни тундралар, арктика ормандары шалғындық, субтропиктік, альпілік шалғындық. тмд елдерінің территориясының геологиялық құрылымы мен тарихи қалыптасуы пайдалы қазбалардың әртүрлілігін анықтап, табиғат ресурстарының көптүрлілігі тмд елдері халық шаруашылығының көптеген салаларының дамуы үшін негізгі шикізат базасы болып отыр. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.